Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін екі түрлі салмамен дайындалатын түрік баклавасын үй жағдайында дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаның сарысы, 110 грамм қант қосамыз оған, және де 100 грамм қаймақ, 150 грамм сары май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Електен өткізген 300 грамм ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне дәл осындай болуы қажет. Жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді ішіндегі салмасын дайындау үшін бізге грек жаңғағы 300 грамм, оған 3 жұмыртқаның ақуызын қостық, және де 200 грамм қант қосып, бәрін жақсылап араластырдық. Міне дәл осындай салма болды. Енді сироп дайындаймыз. Ол үшін бізге 4 стакан су, 4 стакан суымызға 150 грамм қант және лимон қосып, баяу отта 1 сағаттай қайнатамыз. Енді қамырымызды 4-ке бөліп, әрқайсысын дәл осылай пергамент қағазына төсеп барып оқтаумен жаямыз. Сол кезде осылай формаға салған ыңғайлы болады. Дәл осылай салып, үстінен пергамент қағазын ала саласыздар. Жан-жағын түзетіп, ішіне жаңа өзіміз дайындаған салманы саламыз. Енді екінші қамырды дәл сол осы пергамент қағаздың үстіне қолымызбен жай ғана басып, кейін оқтаумен түзетіп аламыз. Оны дәл сол формамыздың үстіне төсеп, ақырындап пергамент қағазын үстінен аламыз. Енді келесі салмамызды салып, дәл солай барлық қамырды үстіне жауып шығамыз. Ең соңғы қамырдың бетіне пышақпен ромбик сызып шығамыз да, әр ромбиктің арасына грек жаңғағын қойып шығамыз. «180 градуста ысып тұрған пешке 30-40 минутқа салып пісіріп аламыз. Піскен баклавамыздың үстіне бірден ыстық сиропты құйып шығамыз, және де жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің баклавамыз дайын болды. Енді екінші, яғни фисташка қосылған баклаваны дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа қажет. Және 180 грамм сүт қажет. 2 ас қасық қолдың айраны. Дүкендікінде қоса берсеңіздер болады. Және де алма уксусы. Үлкен ас қасықты толтырмай қостым. Және де сұйық май үлкен ас қасықпен 1 қасық. Және де 12 грамм қамыр қопсытқыш. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізген 300 грамм ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Міне дәл осындай болуы қажет. Бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз.
Бұда да сиропы дәл сондай, яғни 4 стакан суға 200 грамм қант қосып, лимон қосып, баяу отқа қойып қоямыз. Салмасына енді фисташкады сыртын тазалап, жақсылап майдалап аламыз. Міне дәл осындай болуы қажет. Алдын ала дайындап аламыз. Нанымыз тынды. Енді бұл қамырымызды міндетті түрде міне жүгері крахмалын төсеп, соған жаятын боламыз. Бірдей бөліктерге бөліп, әр қайсысын домалақтатып қоямыз. Міне дәл осындай болуы қажет. Бетін жауып, тағы да біраз қойып қоямыз. Енді бетіне құятын майды тұшытуымыз керек. Ол үшін 200 грамм сапасы жоғары сары майды баяу отқа қойып қоямыз. Нанымызды енді дәл осылай әрқайсысын жайып шығамыз. Майымыз бір 20-30 минутта дәл осылай баяу отта тұруы қажет. Міне қамырымыздың әр қайсысын енді дәл осындай өте жұқа етіп жайып шығамыз. Әр қайсының арасына жаңа өзіміз дайындаған фисташканы сеуіп, үстіне майымызды құйып, пешке салып пісіріп аламыз. Міне фисташка қосылған түрік баклавасы дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 2 түрлі салмамен дайындалған баклавамыз үй жағдайында жасалу жолы өте оңай. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Көп рахмет.